Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен балды торт жасаймыз. Орысша айтқанда медовый торт. Ол үшін бізге ұн, маргарин, бал, қант, жұмыртқа, қопсытқыш және де бір шай қасық ас содасы қажет. Бір ыдысқа балымызды салып аламыз да, газымыздың астын жағып, ақырынға қоямыз. Балымызды жақсылап осылай араластырамыз. Оның үстіне бір шай қасық ас содасын саламыз. Балымыз бен ас содамызды жақсылап араластырып, біраз күйдіреміз. Бізде осындай көпіршіктер пайда болады. Астынан қоңырқай болып, балымыз күйіп жатыр. Осылай күйдіреміз. Оның үстіне маргаринімізді саламыз да, маргариніміз ерігенше араластырамыз. Біздің маргаринімізді еріп болды, енді газдан алып тастаймыз да, қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қантымызды қосқаннан кейін, міндетті түрде осылай суытып отырып араластырып алу қажет. Себебі жұмыртқаларымызды ыстық күйінде салсақ, пісіп кетуі мүмкін. Сол себептен суытып барып, бірақ қосамыз. Осылай 4 жұмыртқамызды қосып аламыз да, енді жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бір пачка қопсытқышымызды саламыз да, тағы да араластырамыз. Бұл рецепті мен бір өте сәтті рецепт десем де болады. Бір жасағаннан сразу шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне жақсылап араластырып алдық. Ендігі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнды міндетті түрде илеуіштен өткізіп салған дұрыс. Менде осындай сита өте ыңғайлы, мен осыдан өткізіп осылай саламын. Енді ортасында комоктар болмау үшін жақсылап ұнымызды қатты осылай араластырамыз. Осылай қатты араластырып алдық. Біздің массамыз осындай болуы қажет. Ішінде ешқандай комок жоқ. Біркелкі теп-тегіс болып шықты. Енді протеинімізді аламыз, оны жақсылап ұндаймыз. Осы массамыздан 2 қасық саламыз. Бетіне де ұн себеміз де қолымызды ұндап отырып, жақсылап жаямыз. Тура осылай қолымызды ұндап отырып, жайып аламыз. Диаметрін 24 см қылсаңыздар жеткілікті. Піскеннен кейін шет-шетін кесіп алып тастайсыздар. Тура жаңағыдай келесі протеинімізді де аламыз да, оған 2 қасық массамызды саламыз. Қолымызды ұндап отырып, осылай жайып аламыз. Екінші коржымыз да дайын болды. Бұны да 180-200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Барлық корждарымызды осылай піскен бойда сразу ыстық күйінде протеиннен ажыратып алуымыз қажет. Себебі суығанша күтсек, ол протеинге жабысып қалады. Менің корждарым дайын. Бізде 8 корж шықты, сондай жұмсақ болып шықты. Енді бұған крем жасаймыз. Кремді мен сливочный маймен және де осындай буренка сгущенкамен жасаймын. Корждарымыздың шет-шеттерін осылай кесіп тегістеп аламыз. Қалғанынан осындай крошка жасаймыз, ұнтақ. Бұл крошканы біз медовый тортымыздың шетіне жабыстыратын боламыз. Кремімізді осылай миксерлеп аламыз. Ішінде комок болмас үшін. Сонда теп-тегіс болады. Осындай крем болды бізде. Енді біз корждарымызды жабыстырып бастаймыз. 8 слойдың барлығын мен бірден жабыстырмаймын. 4-4-тен жабыстырып 2 торт жасайтын боламын. Себебі 8 слойдың барлығын бірақ жабыстырсақ, ол биік болып кетеді. Жегенге де ыңғайсыз болады. Сол себептен мен 2-ге бөліп 2 торт жасайтын боламын. Мен корждарымның барлығы жұмсақ болып пісті. Сол себептен мен корждарыма пропитка қоспаймын. Егер де қаттылау болса сіздердің корждарыңыз, онда пропитка қосып жіберсеңіздер болады. Сол кезде сіздердің корждарыңыз жұмсақ болып шығады. Креміне де кейбір адамдар қаймақ қосып жатады, сметана.
бірақ маған қаймақпен емес осылай сары маймен жасаған ұнайды, сол себептен осылай жасаймын. Бағанағы ұнтағымызбен осылай әсемдейтін боламыз. Мінекей мен тортым дайын болды. Мінекей кескен кезде де өте жұмсақ болып шықты. Сіздермен болған Әйгерім. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Әлі де көп рецепттер күтіңіздер.